Алаш арманына айналған арайлы астана жылдармен жарыса абаттанып келеді. Сәулет өнерінің жауһарлары саналатын салтанат сарайы, пирамида, бәйтерек, триумф астана, думан сияқты ғимараттардың қатары қазақ елі шабыт, тәуелсіздік сарайы, хан шатыр атты ғажайыптармен толықты. 2 ғасыр иінінде жаңа астана атанған шаһар тарихы ел шежіресінде айшықты оқиғалар мен қараса көз тоятын сәулетті ғимараттарымен жатталып қана қоймай, сонымен бірге келер ұрпақ жадына хатталып та жатыр. Арма көрермен, елорда атына сай көшелердің атауы да тарихтан тәбәрік бергендей салмақты естіледі. Міне, біз тұрған Абай даңғылы көшесі жалпы ұзындығы 5300 метрге жуық. Осынау көше туралы бүгінгі түсірілім барысында өздеріңізге арнайы көрсетеміз. Кеттік, Абай әлемі туралы, Абай даңғылы туралы бірге білейік. Абай даңғылы ең ұзын көшелердің бірі, ұзындығы 5280 метр. Кезінде Ақмоладағы алғашқы мешіттердің бірі дәл осы көшеде бой көтергендіктен болар көшені церковное, қазақша мағынасы шіркеу деп атаған. 1895 жылы оны татар көпесі салған, сондықтан халық оны татар немесе жасыл деп атаған. Кеңес өкіметі орнаған соң көше басты көшеге айналып Ленин деп аталды. Тек 1997 жылдың қараша айынан бастап Абай көшесі болып өзгертілді. Абай даңғылы Кенжебек Күмісбеков көшесінен басталып Пушкин көшесінде аяқталады. Ол Сарыарқа, Жеңіс, Республика даңғылдарын және Желтоқсан, Бейбітшілік, Әлихан Бөкейхан, Мұхтар Әуезов, Мәлік Ғабдуллин, Шоқан Уәлиханов, Әлмұқан Сембинов, Бақтораз Бейсекбаев, Ахмет Жұбанов көшелерін қиып өтеді. Ал осынау даңғылдың атауына Абай есімінің берілу сыры неде? Абай Құнанбайұлының ақындығынан бөлек қайраткерлігі жайлы не білеміз? Семей қаласы Абайдың замандағы саяси жер аударушылардың орталығы, зиялы қауымның бір қауымдасқан тобы Семей қаласына келеді. Абай сол Семей қаласына келіп жүрген зиялы қауыммен танысады. Оның ең басында Михайлис тұрады. Абай Семей қаласындағы Гоголь кітапханасынан кітап алып тұрған кезде осы Михайлиспен танысады. Михайлиспен танысу арқылы Михайлистің айналасындағы зиялы қауыммен, оқымысты адамдармен танысады. Соның ішінде заңгерлер де болады, аудармашылар да болады, әдебиетшілер болады, осылардың барлығы, дәрігер де болады, осылардың барлығының Абайға ықпалы болады. Абайдың біліміне, оның ойының тереңдігіне, көз қарасына, ергезектігіне таң қалғандардың бірі Долгополов. Ол рұқсатпенен Абай еліне келеді. Абай еліне келгенде Абаймен бірге жүріп, қазақтың тұрмыс салтына қатты қызығады. Кигіз үйдегі құралдар, тұрмыс құралына пайдаланған дүниелерді қатты қызыққан Абаймен бірге Долгополов сол елден 60-қа жоқ экспонат жинап, тұрмыс құралдарына лайық экспонат жинап әкеп, оны Семей қаласына өткізеді. Сонда Абайдың танысқан Михайлесі Семей қаласына келгенде өзінің ұстанымымен Семей қаласында кітапхана ашқан болатын. Сол кітапхананың жанынан Абай Долгополовпен бірлесе жүріп көрме ашады. Қазақтың ірілері, Абайдың інілері, Сәкен, Ілияс, Бейімбет. Бұл орын қаламгерлер аллеясы деп аталады. Ол 2019 жылы қыркүйек айында Астана қаласында өткен Азия қаламгерлерінің алғашқы форумы аясында ашылған. Бұл мекен қолына қалам ұстаған жас өркен жас талаптың, сондай-ақ сақа жазушылар мен ақындардың бас қосатын, әдеби орта іздеп келетін қасиетті мекеніне айналды. Қаламгерлер аллеясы Астана қаласындағы Абай және Сембинов көшелерінің қиылысында орналасқан. Қаламгерлер аллеясын ашу туралы ұсынысты Қазақстан жазушылар одағы ұсынған. Оған президент әкімшілігі, Астана әкімдігі мен мәдениет және спорт министрліктері қолдау білдірді. Қазіргі таңда аллеяға арнайы ескерткіш тақта орнатылды. Ескерткіш тақта білімді, даналықты, шығармашылықты білдіретін ашық тұрған кітап бейнесінде берілген. Ескерткіш тақтаның биіктігі 150 см, ені 165 см болады. Аллеяны бойлай жүрсеңіз, алаш қайраткерлеріне арналған ерекше композицияға кез боласыз.
алаш көсемі Әлихан Бөкейханұлы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы, қазақты отты жырлармен оятқан ақын Міржақып Дулатұлының ескерткіші жүрекке отаншылдық рух ұялатады. Абай көшесінде аталған ескерткіш кешенінің орналасуы да тегін емес. Өйткені алаш қайраткерлерінің ғылыми шығармашылық мұрасында Абай Құнанбайұлының алатын орны ерекше. Оған бір дәлел Ахмет Байтұрсынұлының 1913 жылы жарыққа шыққан «Қазақтың бас ақыны» атты мақаласында былай дейді ахаң. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаев, онан асқан бұрынғы соңғы заманда қазақ даласында біз білетін ақын болған жоқ деген тұжырым жасайды. Бірі білсе, бірі біле бермес. Ахаң Абай туралы қаншама құнды еңбек жазса да, ұлы ақынмен жүзбе-жүз кездесе алмаған. Бұл туралы мынадай дерек бар. Міржақып Дулатұлы Абай шығармаларымен 19 жасында 1904 жылы танысқан. Сол Жақаң өзінің Абай атты көсем сөзінде Абай өлеңдерінің жазбасын алғаш омбыға барғанда Ахмет Байтұрсынұлынан көргенін айтады. Сонда ахаң Абай туралы: естуімше Абай өз өлеңін басылып шығуын тілемейді, һәм бастыруға рұқсат бермейді екен. Күзде Қарқаралы қаласына барамын. Сонда әдейі бұрылып Абайға сәлем беремін, танысамын, һәм өлеңдерін бастыру жайымен сөйлесемін деген екен. Өкінішке қарай ахаңның бұл ойы орындалмады. Абай сол жылы 23 маусымда дүние салады. Ахаң Абаймен таныса алмаса да, ақынның шығармаларымен жете танысқан, кейін тіл туралы жазған оқулықтарына кеңінен пайдаланған. Мәселен, Ахмет Байтұрсынұлы әдебиет танытқыш оқулығына қажетті жерлеріне мысалды Абай өлеңдерінен көптеп келтірген. Қазақтың бас ақыны атты көсем сөзін Ахмет былайша аяқтайды: Абайды қолымыздан келген қадірлі жұртқа таныту үшін мұнан былай кейбір өнегелі өрнекті сөздерін газетке басып көпке көрсетпекшіміз. Еліміздің әдебиеті, мәдениеті мен өнеріне, ұлттық ойлау мен парасат әлеміне Абай мен Ахметтің қосқан үлесі орасан зор. Міржақып Дулатұлының «Оян қазақ» шығармасы да Абай Құнанбайұлының «Қалың елім қазағым, қайран жұртым» деп басталатын өлеңінің заңды жалғасы іспетті. Ұлтты қалың ұйқыдан оятып, өркениет жолына шақыру миссиясы қазақ зиялыларының бүгінде мойнынан түскен емес. Абай даңғыл бойындағы қаламгерлер аллеясында мынадай кітап қала деген кітап сататын арнайы дүкен бар екен. Қаламгерлер аллеясына келіп тұрып, қалайша кітапты қаламаймыз. Ендеше дүңгіршекке бас соғып көрейік. Ассалаумағалейкум жігіттер. Абай атамыздың көшесінде Абай әндерінің шырқалып жатқаны қандай ғанибет. Осы жерде ән айтып күнде отырасыңдар ау деймін, е? Иә, осы жерде жиі Абай атамыздың әндерін орындап отырамыз. Өткен кеткендерге насихаттап, Абайдың әндерін естісін білсін деп, сондай ниетте орындап жүреміз. Тамаша. Өнерлерің үстем болсын. Жарайсыңдар жігіттер. Абай Құнанбайұлы есімі оның ақындық қырынан бөлек заң саласындағы қолтаңбасымен де қадірлі. Олай дейтініміз 1885 жылы Қарамола деген жерде өткен съезде оның төбе би болып сайланып билік етуі. Абайдың екінші қайраткерлігі саяси жер аударылып келген зиялы қауыммен бірлесе отырып, солар арқылы сырттан, батыстан кітап алдырып, бүкіл батыстың ең керемет деген әдебиеттерін Семей қаласына жинақтап алып келуі. Үнемі кітап алу арқылы тек қана жинақтап алып келіп өзі ғана оқытпай, өзінің айналасындағы бүгінгі күнде ақын шәкірттері деп танып келе жатқан әдебиеттің бір тұлғасына айналған шәкірттерді тәрбиелеу, тек қана шәкірттерді ғана емес, өзінің туысқандық айналасына да жаңа әдебиеттерді оқып беруі, аудармамен айналысуы, батыстың шығыстың әдебиетімен таныстыруы, өзінің білімін өзгемен бөлісуі, сол өзінің ортасының көзін ашуы. Айтады ғой, менің батысым шығыс болып кетті дейді, шығысым батыс болып кетті дейтіні, білімге бет бұруы, әліпби деген өлеңді жазып, өзгелерді де білімге
білімді насихаттауы. Тек қана білімді оқыңдар, біліңдер деп қана емес, нені оқу керек, қандай білімді алу керек деген сияқты мәселелерді айтуы. Абайдың қайраткерлігі туралы тағы да айтатын мәселе өзінің мектеп ашуы. Ақын шәкірттен Ескітам деген жерге мектеп ашып, өзінің балаларын оқытып, тіпті қыз балалардың өзін оқытып, оларға өзінің әкелген әдебиеттерін қоса оқытуы. Одан кейін әкесімен бірге 14 жасынан бастап әкесінің ықпалымен ел басқару ісіне араласуы. Анау адамдардың жаңа кедей, бай деп бөлмей, ел дауы, жер дауы, жесір дауы деген сияқтыларға төрелік етуі, би болуы, соларға әділ көзқараспен қарауы. Бұл да Абайдың үлкен қайраткерлік жұмыстарының біреуі. Сонда Абай қасына 2 көмекші алып, 3 күн отырып 144 бап жазады. Ол баптың барлығы қазақтың тұрмысына, салтына, ырым тыйымына, дәстүріне, құндылығына тікелей байланысты. Біз қазір Абайдың осы құндылығын терең зерттей алмай келе жатырмыз. Тек заң жазды деп айтамыз. Негізі тарихшылар осы Абайдың 144 баптан тұратын заңды әрбір тарауын қайтадан қарап, бүгінгі мына ұлттық құндылық деп жүрміз ғой, соған кіргізу керек. Абай даңғылында орналасқан ғимараттар саяхатшыларды, қала қонақтарын алыстан қызықтырады. Мұнда Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, Астана қаласы әкімдігі, ақынның ескерткіші, Жаннұр сауда үйі, Қазпошта ғимараты, Астана су арнасы, Кәсіподақтар федерациясы және тағы басқа көптеген маңызды нысан мен мекеменің ғимараты орналасқан. Мына ғимаратта бүгінде Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы жұмыс істейді. Ғимаратта бұған дейін еліміздің спорт және туризм министрлігі орналасқанын біреу білсе, біреу білмес. Ал Астана бас қала мәртебесін алған жылы мұнда Қазақстан Республикасы парламенті орналасқан еді. Бұл да бүгінде тарихқа айналған. Абай Құнанбайұлының 19 ғасыр аяғында Қарамола жиынында төбе би болып сайланып, 73 баптан тұратын заң жобасын дайындауы. Бұл мәртебелі де жауапкершілігі мол міндеттің 20 ғасыр аяғында парламентке жүктеліп, оның осы ғимаратта орналасуы сәйкестік пе, әлде көзге көрінбес бір байланыс бар ма, оны бағамдауды көрерменге қалдырдық. Тікелей Абайдың ұсынысымен, өйткені орыс заңын жаңадан заң қабылдаған кезде орыс заңы бізге даланың жаңағы тұрмыс салтына онша жарай бермейтіндігін, сондықтан дала тұрмыс салтына өзінің сонау Қасым ханның қасқа жолынан қалыптасқан өзінің ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып жаңаша бір заң қабылдау деген ұсыныс айтылып, содан кейін Абайға бұл тапсырылып, Абай сол 74 баптан тұратын Қарамола ережесін жазып шығады. Оның енді бір ерекшелігі мәселен тікелей Абайдың өзінің ұсынысымен енгізген өзгерістер, мәселен бұрын ері қайтыс болған әйел адам әмеңгерлік жолмен басқа біреуге берілу керек екен. Егер әмеңгері болмаған жағдайда сатылады екен. Сондықтан Абайдың өзгерісі бойынша сатуды тоқтаттырады. Жаңағы әмеңгері болмаған жағдайда өз басына жаңа әйел адам ерік беру деген. Абай даңғылында орналасқан осынау желек жолда қызықты бір орындық бар. Бұл орындық тілектер орындалатын орындық. Абай көшесіне келген әр қонақ, қала тұрғыны осы орындыққа отырмай сапарын жалғастырмайды. Өйткені өзім айтып өткендей, бұл орындықта тілектер орындалады. Ал мына тұрған көгілдір сурет, бұл атақты суретші Винсент Ван Гогтың туындысы. «387-ші атқыштар дивизиясы Екінші дүниежүзілік соғыс тарихында шешуші рөл атқарған дивизиялардың бірі. Дивизия 1941 жылы тамыз айының аяғында Ақмола және Қарағанды облыстарынан шақырылған сарбаздардан Ақмола қаласында құрылған. 1941 жылы 6 қарашада Ряжск, Раненбург, Мичуринск аудандарында орналасқан 61-ші армияның құрамында майданға аттанған. Міне, бұл жазу осынау тарихтың куәсі. Қазақ қоғам үшін ата-бабадан келе жатқан ислам дінін ұстану қиындап, керісінше ел аралаған өзге дін өкілдерінің миссионерлік жұмысы белең ала бастаған шақта
дінге біліммен қорған болған Абай Құнанбайұлы екенін баса айтып өткен жөн. Абайдай алыбы бар елде өзге дінді тарату әлі мүмкін емес екенін ұққан миссионерлер қазақ даласына келгіштеуін азайтқан деседі. Сол кезде қазақ даласына шіркеу салуды көбейтті. Қазақты оқыту үшін деді, бұларды шіркеуге табындырса, бұлар соны оқыдық деп қабылдайды. Бұлар соны білім деп қабылдайтын болады. Осы қазақты шіркеуге табындыру үшін не істеу керек дейді. Сонда Семейдің миссионеріне тағы да осы Абайды айтады. Абайды алдыртсаңдар, қазақ Абайды тыңдайды. Абайды алдыртайық деп Абайды алдыртады. Миссионер Абаймен сөйлеседі. 2,5-3 сағатқа жуық уақыт миссионер Абаймен сөйлеседі. Бірақ Абай жаңағы редукция, дедукция деген заңдылықты кіргізе отырып, қазақтың бүкіл жаңа құндылығының бүге-шүгесіне шейін айтып дәлелдеп береді. Сонда басқа шіркеудің басқа поптарының барлығы күтіп тұр ғой, Абайды көндіріп алып шығады деп. Сонда 2,5-3 сағатқа шейін сөйлескен миссионер Абайды шіркеуден жетектеп алып шығып, ана тұрған поптар сол кезде қуанады, Абай көнді деп. Сонда поп айтты, ана миссионер айтады ғой, қазақты шіркеуге табындыру әлі ерте дейді. Ибрагим Құнанбаев сияқты білімді адамдары тұрған кезде қазақты шіркеуге табындыру өте ерте әлі. Қалың елім қазағым деп қамыққан Абай атамызға арналған ескерткіш. Ескерткіш 2010 жылы 19 маусымда ашылған. Бейбітшілік көшесі мен Абай даңғылының қиылысында орналасқан. Ескерткіштің авторы белгілі мүсінші Болат Досжанов. Абай мүсінінің салмағы таза қоладан құйылған 10 тонна. Абай мүсінінің биіктігі 7,5 метр болса, тұғыры мен стилобатымен қоса есептегенде 18 метрге жуықтайды. Бұл орын Астана қаласы тұрғындары мен қала қонақтарының демалып серуен құратын алаңына айналды. Одан бөлек Абайдың туған күніне орай жыл сайын бұл жерде Абай оқулары өткізіліп тұрады. Астана қаласындағы Абай даңғылы Байқоңыр және Сарыарқа аудандарының территориясында орналасқан. Жалпы ұзындығы 5300 метрге жуықтайтын бұл даңғылдың басына да келіп жеттік. Менің арқа тұсымда Сарыарқа ауданы әкімдігінің ғимараты тұр. Бүгінгі сапарымызды осы жолмен тәмамдаймыз. Абай даңғылында әрқашан қазақ үшін толайым жақсылықтар көп болғай.